Салют, достар! Сіздер жұмыста болсаңыздар, мен сіздерді түсінем, конечно, ал біз Маевкадамыз! Енді мен сіздерге өзімнің компашкаммен таныстырып өтейін. Бұл менің качок досым Бека. Бека тренажеркадан шықпайды. Менімше бір күні ол штангыға үйленетін сияқты. И 9 айдан кейін ойлаңдаршы, кішкентай гантельдер пайда болады. Бека, мен сәлемдеп қой достарыма. Қазір аузың жаппасаң бар ғой, Маевке шыққанда таяқ жейсің, шашылық емес. Өшір сосын видеоны. Болды, өшіреміз, не болды сонша? Сонша гантель көтерген кезде менің бір сөзімді көтере алмай қалдың ба? О, не деген теңе? Ну ладно, проехали. Негативке позитивті өтейік. Құрметті достар, қараңыздар, бұл менің красавчик досым Нури. Қыздар, құлақтарыңызға алтын сырға, бұл бойдақ. Мен де бойдақ. Так, дальше. Бұл менің келесі досым Данчо. Данчо өте бай. Сен аузың көбірек кеттіреді. Айда. Бұл бай болғанда қараңыздаршы. Ақшаларды қараңыздаршы. Шот ба? $5,000 ғой, төлеп тастадым оны. $5,000 ойлаңдар, шоттың өзі $5,000. Қазір тоқташ, мен айфоныма звондап жатыр. Алло. Айфон бар, Қазір көрсетіп кетеді, көрсетіп берме. Не болды? Мен достарыма сәлемдеп қой, Данчо. Баршаларыңызға, Санжардың достарына жалынды сәлем. Біз крутой командамен Маевкаға кеттік. Ladies and gentlemen, in the red corner, WBA, WBC, in the 55, in the 54. Ай десе аузы, күн десе көзі, Т десе таналкасы бар. Даянам, привет такой. Таналкам ақып кетті ғой. Бұның проблемасы вечно сол туш, муж, инде куш. Ладно, ничего. Енді сіздер локацияны көрсетіп қояйын, қараңыздар. Біз Маевка мынандай жерге баратырмыз. Достар, тағы да бір рет сәлем деп қойыңыздар. Кешке прямой эфирде жоқ. Үстім бәрі ыстықтап кететін болды ғой. Қарайсан жақсы емес па қайда? Тегін солярий. Әшейін деп пәленбай ақшаны жарат жүрсің ғой соған. Эконом зато. Ой, эконом жайлы сен айтпай-ақ қойшмақ ма? Бір сушиге бола Японияға ұшып барып келетін ешкім білмей қалады деп отырсың ба? Прибедняться етпей-ақ қойш. Данчо. Не? Ақшаң жинап жүрсей? Еліміздің бюджеті сияқты асып жүр ғой. Ағы ақшаң қалтаға салып жүрмейсің. Карточке салып қоймайсың ба? Сол ғой ыңғайлысы. Түсінбейсің сен. Қалтамда ақша болмаса мен өзімді бай сезінбеймін. Мысалы дейді сен, денең ісіп тұрмаса, өзінен өзің ішінен тұрып, мен качок, жүрмейсің ғой. Братан, от души, на, за поддержку. Болды, акция бітті. Кешке дейін жандарымда күліп жүре беретін едім. Қалада шаруаларым болып тұр. Ертең осы уақытта келіп алып кетем. Ал, жақсы демаңдар, жақсы. Сәлем, достар, біз бүгін... Даяна, давай инстаграмды телемоз қыдырамызды келістік қой? Енді айта салайын да, қыдырып келдік деп. Кстати, алдында 30 минут инстаграмға кірмей қалғам ғой. 106 фейк страница ашсаң ғой. Сондай звездам ғой негізі. Жігіттер, осы жерге отырамыз ба? Давай бір кішкене 1 километр жүрейік, сол жаққа отырайық. 1 километр? Жүргізушіге айту керек, заезбен кірсін деп. Ол не тағы? Сен түсінбейсің оны. Таксимен жүрмегендер оны түсінбейді. Кеттік оны анаға барамыз кет. Қалай сонда? Ана күшті заезд несі? Ойбай. мына жердің суын қарасыңдаршы. Міне, осы жерге отырамыз, жігіттер. Ақшасын төлейін, мені өздерін көтеріңдерші. Шынын айтайын ба? Соңғы рет осылай ең ұзақ жүргенім жаңа ғана ғой. Шашақ көттіндей. Отырмасай. Ойбай. Сындау. Сені бірдегі қытыры тағанға денем сынды ма десем, не сындау сұңқаңды айтшы, ақшасын төлейін. Менің соткымым бар еді ішінде негізі. И наушнигімде жатқан. Стаканымда бар еді ау. Магазин салсай, сол жақтан аласың. Магазинге әжептәуір ақша кетеді ау. Үгітер, тефальды қайда қоссам болады? Ойымда ма? Мен олдан удлинитель алып келгем. Так, енді бұны тұғатын жер керек болып тұр. Шли удлинителің қалаға шейін жетпейтін шығар. Құм ашмақ ма? Может, мынау көмектеседі? Жігіттер, от жағып кәдімгідей отырайық та?
От? Кәдімгідей Ескі замандағыдай ма? тек ескі емес, қазіргі заманнан да от жағатын отбасылар бар. Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыңдар? Ойбай! Ұзақ бірдеңке айттыңыз ғой, не? Привет, аға, шүкір дей салайық, болды. Уағалейкум ассалам. Қалай? Қай ел болдыңдар жігіттер? Қазақстан. Жоқ, қоңыратпыз аға. Оларын сұрап қойсаңыз болады. Бұл жерде не қылып жүрсіздер? Бұл ежелгі Суяб қаласының жері. Бұл тарихи жер. Қазба жұмыстарын жүргізуге келдіңдер ме? Дядя, бізге тарих, марих деген нәрсе қызық емес. Біз өзіміз демалып, кайфовать етуге келдік, Әй, бауырларым, тарихты білу керек, тарихты білмеген болмайды. Осы жердің бәрін бізге батырларымыз қорғап қалған жоқ па? Қалай батырларды білмейсіңдер, айтыңдаршы? Ұят емес пе? Сіз о Стив Джобс танисыз ба? Ол кім? Қай жеріңді қорғап қалды сенің? Айфонды ойлап тапқан аға. Ол оны ойлап таппаса, біз бұлай жүрмедік. Баяғыдай хат жазып алып, кептерге байлап ұшырып жіберіп, күтіп отыратын еді десе. Көрдіңіз ба, дядя? Сіз қазіргін білмейсіз. Біз бұрынғыны білмейміз. Бірде бір ничия. Жарайды, бауырларым, аман болыңдар. Жақсы демалыс болсын, бірақ тарихты біліп жүріңдер. Но менің атымнан бір салқын сусын болсын. Шөл дегенде ішерсіңдер. Жоқ, керек емес, бізде ана жақта кола, пепси толып жатыр. Жоқ, рахмет көп. Жақсы. Жақсы демалыңдар. Жігіттер, мен уже қарайып кететін болдым. Маған палатка құруға кім көмектеседі? Даяна, енді бізге чайкау жетпейтін шығарсың. Мен палатка құрудың курсын өткем, давай мен көмектесейін саған. Тек сен емес. Ладно. Я, красавица. Көмек керек емес па? Иә. А чё? На палатканы құрам деп, миым ашып кетті, көмектесші маған. Сен палатканы қалай құрам деп миың ашып отса, мен сен неге соншалықты сұлу екенсің деп миым ашып отыршы. Ондай дешевый подкаттарыңды, ана дешевый қыздарың айтшы, пожалуйста. Ладно, забыл. Негізі бар ғой, сен ше тура бір Wi-Fi сияқтысың ше. Ол не үшін? Сен бар жерге тартады да тұрады. Қалай Тұтса, наңғырса. Сен тура бір ручка сияқтысың бар ғой. Ол не үшін там? Себебі сен мен тағдырымды жазып атсың. Ешленбесе! Качок деген сайыны. Санжар, сен бар ғой, ешак сияқтысың. Типа еңбекқор, да, такой? Жоқ, просто ешак сияқтысың. Ешак, ничего страшного. Негізі бар ғой, негізі. Давай былай, где он, по сути, да былай? Саған жалпы қандай жігіттер ұнайды? Маңдай бойы ұзын, арық, әдемі. Сосын міндетті түрде бай болу керек. Допустим, ол бай, да? Но түрі онша емес па шашы? Жүнсің ба? Түрі онша емес жігіттің қасынан жүрмеймін да ғой мен. Ой, все. Вот не надо. Бірақ сен көңіліңе алма. Мен сен ағам ретінде көрем ғой, Санжар. Вот давай не будем вот аға, там сіз, андай арағатын алшақтамайықшы. Бүгін ағаң болмай қойыншы мен сен? Жоқ, сен мен ағам баласын. Ағаңмын ғой, да, значит? Ну, тогда по-братски бред сүйінші. По-братски ма? По-братски. Жарайды. Вали. Фукнайы, осындайлар кәдімгі. Ешер, қуасың ба? Неменеге қолыңмен сындырып қиналып отырсың? Тұрғаным балтамен шабасың. Аяқ қолым балғада емес па? Хорошо, что тепсе темір үзет деген мақалды білмейсің. Айтпесе жатат едіңге больницадан маңырап. Қой, от жағайғы.
Отыра берсек отыра береміз. Сен басың жасай ма? Не болды? Ақшаны неге өртеп отырсың? Нұрдәулеттің сумкасында тұрған жоқ па қағаздар? Сен соны күліп өртесеш? Айналайын. Нұрдәулеттің сумкасында қағаз іш ауырғанда керек болады қуасың ба? Бұл не үшін ақша ғой? Мен сені түсінбедім мен. Не? Ғұмырыңда темекі шеккеніңді көрмеппін. Бірақ қолыңда постоянно зажигалка жүреді. Неге? Бұның әңгімесі ұзақ. Бірақ асығыс емеспіз ғой, айтып берейін. Баяғыда мектепте мен 6-шы сыныпта бір Танчо деген қызға ғашық болатын. Мені бәрі Данчо дейді, оны Танчо дейді. 11-ші сынып бітіргенше соны жақсы көретін ғой. 11-ші сынып бітірдік, енді тағдырдың тәлкегі ғой. Танчо Астанаға кетті. Мен Данчо болып Алматыға кеттім. Содан бері көрген жоқпын оны. Сағынатын. Тұрмысқа шықты деп естідім. Сол күннен бері өзім бақытсыз сезінем негізі. Ана зажигалка ше? Бұл жай үшін қалтамда жүрген зажигалка ғой. Ой, кетчей бар. Данчо? Не? Манағы шалды қара. Қане? Сен ішпей жемей қуатын болыпсың ғой? Сен негізі качаться ете бермеш, көзің көрмей бұратыр айтпесе. Давай. Балға дай. Балға. Давай. Отын жар. Піс қалыпты. Ана шашлыктың исі ана жақтан шығып жатыр ғой. Қасынан. Есінде ма мектепте ше? Тұрончо емес жігіттер дейді, шашлык істетіп қойып шақ ойлайсың ба? Баяғыда болды ғой деп есіңе сала салайын дегенім. Санчо, өзіңді красавчик санамаш. Ойбай, айналайын, сен мен кім деп тұрсың? Біле білсең, Анджелина Джоли Бред Питті мен үшін тастаған ғой, білесің ба? Қатырасың, Санчо. Осы мен сенен баяғыдан сұрайын деймін де. Сұра. Әжептәуір жігітсің. Бой десе түрің бар, түр десе ойың бар. Неужели бір қызды ұстай алмайсың? Бізде ол да жоқ қой. Разговор жоқ, красавчикпін, бірақ бар ғой. Әжептәуір қыздармен жүріп тастап. Сен ана бір қызға қарап, үйді ойым кетем деген жеме 3-4 қызбен жүріп үлгерем ғой, білесің ба? Санжар, айтайын. Мен өз сүйгенді әлі кездестірген жоқпын. Но білесің, мен ойлаған қыз қандай? Қасы көз қиылған, шашы ұзын, боянбайтын, қазақтың қарапайым қызы ғой. Сен мына райдерыңа қарайтын болсақ, бір 17-ші ғасырдың қыздары даугер қызға барады, я? Ито, мен бір-ақ қызбен жүргем. Қойш, бір-ақ қыз? Біреу. Ё-моё, брат, мен азанда ұйқыдан тұрып тісін жуам дегенше 2 қызбен жүріп үлгерем, білесің ба? Соның өзі мені лақтырып кеткен ғой. Ниче, боп тұрады баған. Қойш, сенде де сондай бола ма не? Енді мен саған по секрету айтайын, не все, конечно, идеально, ну, болған ондай правалдар. Сенде де. Конечно. Қысқа көмектесесің. Күйдіріп жібермеш. Жемесей? Ека! Өзің істемеш ма? Келіңдер, шашлык дайын болды. Серьезно ма? Мә, мына не деген аппетитный шашлык. Негізі мен әр жарты сағат сайын тамақ жемесем болмайды маған. Неге? Асылсан ауыра ма? Жоқ, қарным ашады. Басқа ауырамасыз? Жігіттер, палатка құрам деп терлеп кеттім ғой. Өмірімде бірінші рет палатка құрдым. Қайсы палатка? Міне. Осы ба? Білесіңдер, шөлдедім мен. Кім күннің көзіне қойып қойған? Ужас. Ысып кетпесіне зонтиктің астына қойып едім ғой. Қойша. Сонда ыстық шашлыкпен ыстық кола ішеміз ба? Айтпақшы мұздай су бар. Айын тұр. Мұздай. Осы Нұрдәулеттің міне қарапайымның арқасында ағашқадан мұздай су алып қалдық. Айтпа. Бос құйш тез. Мен күтпейіп ше берем. Мұна су тура сенің жүрегіңдей тастай салқын екен. Жігіттер, мен басым айналып жатыр. Бірдеңке араластырған ба? Даяна? Даяна.
Ай ана, балдырдан үй алсайшы кешке кеші. Фуй, не жеп ағасын. Күрсілай! Тұршы, танчок, тыңдашы. Тұршы, басқа жаққа түспет, Нурик. Біз қайдамыз? Сағындым нәзік даусын